Қарным ашқаны соншалықты қиын екен. Адам жеп қоятын сияқтымын. Қашан кеш болады, мына тамақтың иісі мұрнымды жарып отыр. Манты дәмді болып шыққан екен. Молодец келін, мен саған кешегіге риза болып отырмын. Оқасы жоқ. Қалайсың абысын? Менің балдарым мазанды алған жоқ па? Жоқ, жақсы жүрді. Менің шаруам болмады. Ата әжесіне келген балдар ғой. Мя, нады же, демек бәрі жақсы. Бірақ білесің ба, бөлек тұрған қандай кайф? Білмейді екенмін. Бірақ сенің екі ұлын соңы көріп бөлек тұратын сияқты. Қара оны, жыным кеп тұрғандай, құттай болып алып. Оразаларың қабыл болсын. Вау, күшті екен. Мама, мынау сізге. Ораза қабыл болсын. Маған ба? Ой, рахмет жаным. О, мына тәттілерді қара, жақсы көремін. Мен ғой әкелген. Мен әдей осындайды көріп, жесін деп, әйтпесе алмайтын сияқтысыңдар ғой. Манты дәмді шыққан, иә? Маған обычный манты еш ерекшелігі жоқ сияқты. Сенің балдарың менің мантым сенен дәмді екенін айтқан. Да? Жақсы абысын, рахмет, біз кеттік. Сау болыңыз. Ой Алла, кетті ау, түсінбедім. Менімен бәсеке болып жүр ма? Или қызғана ма мені?